балам, сабағыңды оқы деп өзің телефон шұқылап жатсаң, балаң ешқашан оқымайды да. Өйткені сен оқып жатқан жоқсың ғой өзің. Өзің жатып кітап оқысаң, балаңа кітап оқысаң, балаң да оқиды қорыққаннан. Бізде анандай әкелер бар да, үйде чортикпен жүріп, кіндігін ашып тастап, қарынын бәрін көрсетіп жүре беретін. Тура соны көріп алған қызың ешқашан көшеде өзге еркектен ұялмайды. Өзге еркектің алдында кіндігін ашық-шашық қылып жүре береді. Соның бәріне о дүниеде сіз жауап беретін болсыз. Өйткені қызыңның алдында әурет жерін жаба алмаған сенсің. Ал ондай қыз ешқашан өзге еркектің алдында ұялмайтын болады. Және өзге еркектің алдында қойнына жата салудан арсынбайды. Әке қыз баласы балиғаттық жасқа толғаннан бастап бүкіл махаббатын әкесіне арнап отыру керек. Анау қыз көшедегі жігіттен кереметсің, сенің фигураң ат екен, сен сұлу екенсің деген сөз көшедегі жігіттен естімеу керек. Ол өзінің әкесінен есту керек. Әкесі сен менің қарағым, сен менің дарағым, сен менің жақсы қызымсың, сен менің сұлуымсың деген сөз әкесі құлағына құйып отыру керек. Әкеде махаббат, мейірімді алу керек. Сонда қыз көшедегі жігіттің сөзіне иланбайды. Ар ұяты жабық, әуретті жерін бәрі жабық, мәдениетті болып тұрады. Көрдіңіз бе? Ал біздің қыздар әкесімен диалог жоқ, қатынын айтып қояды, әйел бала шағаңа қарай ма, үйін жуа ма, басқа сәрбесі жоқ па? Көрдіңіз бе? Сондықтан әкемен байланыс болмағаннан кейін қыз өзге жігіттер мақтап қалса соның мақтауына түсіп қалады, өйткені жүрегі махаббатқа зәру да, мейірімге зәру. Мейірім жоқ. Естімегеннен кейін сондықтан өзге көліктегі жаңағы, мысалға Марат қазір жас жігіт па, Марат машинасымен кетіп бара жатса, сол қыздың көлігінің алдына жаңағы қыз отыра салады да. Бір күн отырды ма, ертесі күні Мараттың қойнына жата салады. Өйткені Мараттың машинасының алдына отырды да, ол үшін бақыт. Ал неге ол Мараттың машинасының алдына отырады, неге ол әкесінің алдына отырмайды? Әкесінің көлігіне неге отырмайды қыз? Мынау Садриддин Айни деген алаш қайраткерлердің замандасы болған өзбек жазушысы. Түбі тәжік негізі. Сол үнемі Мәскеуде оқитын ұлы мен қызына ақша салады екен, поштадан. Онан бір күні почтальон кәдімгідей, ол кезде ақша банкомат жоқ, немесе поштадан сұрайды екен: аға, бір сұрақ қояйыншы. Мен енді айып етпеңіз, сіздің жеке мәселеңізге араласып жатқан, бірақ сіз балаларыңыз ала аласыз дейді екен. Қызыңызға көп ақша саласыз да, ұлыңызға аз ақша саласыз, бұл қалай, өз балаларыңыз ғой дегенде, оның мәнісі бар қарағым деп айтты дейді. Қызды жоқшылық бұзады, ұлды тоқшылық бұзады деп. Қыз ешқашан қиналмау керек та. Қыз қиналған күні арын сатады. Ал ұлдың қолында ақша болатын болса, есіреді. Біздің қоғамда кеше мен анау Тоқтар Серікті жақсы әнші деп құрметтейтін едім. Бірақ өткен ана Төреғалидың жағдайында Төреғали, төрешім кешір, сенің еркелігіңді көтеретін халық қалмапты деді. Бүкілімізге түкіріп тастады, халық қалмапты деп. Енді біреу наркоман болып есірткі шегетін болса, қаланға ортасына айдап жүретін болса, ол жерде не сіз не мен болатын болсам, өлтіріп кететін болса, сондай адамды басымызға сыйсын, тышсын, көтеріп отырайық онда, еркелігін көтеріп. Не әулие ме, пайғамбар ма ол деген? Елдің алдына шықтың ба, әншісің ба, жұлдызсың ба, бір жеріңді қыс. Халықтың алдына абыроймен шықтың ба, мәдениетті бол, сөзіңмен, жүрісіңмен жүр. Біздің қоғамда жұлдыз құдайлар пайда болды, олардың бәрі құдай қазір. Тиісуге болмайды, бұларға заң болмайды екен. Не, басқа адам, мысалға Марат, сол жерде Марат болсыншы. Марат 15 күн тәулік емес, бұл 15 жылға кетеді. Өйткені Мараттың сұрауы жоқ та. Жетім адам сияқты. Шын ғой, ақиқаты. Әділдік болу керек. Біз құдайдың алдында бәріміз бірміз. Мынау Алаштың 15-ақ бөлімнен тұратын заңы бар. Барлығы сырттан болған. Сонда былай дейді: адам дейді, заң мен құдай алдында бір тең дейді. Заң мен құдай алдында тең дейді. Болды. Анау норма бірдеңе деп біздің заңдарды түсінбейсің ғой, ұзақ қылып шұбырт. Бірақ ауыз сөзбен адам заң мен құдай алдында тең дейді. Яғни құқылы болды. Осындай болу керек та қоғам деген.